Сәлем достар, демалыс дегеніміз ол жұмысшының қызметтік міндеттерін атқарудан бос кезегін өз қалауымен пайдаланатын уақыты. Әр адам демалысын өзіне ұнайтындай қылып өткізуге тырысады. Кейбіреулерде демалысты шетелде өткізу мүмкіндігі туып жатса, олар алдын ала қонақ үйін дайындап демалысын жақсы өткізуге асығады. Бірақ әлемнің кейбір жерлерінде қонақ үйлер баратын елдің өзінен әлдеқайда қызығырақ болады. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін әлемдегі ең ғажайып қонақ үйлерді көрсетеміз. 3912 метр биіктікте Ресейдің Кабардино-Балкария республикасында орналасқан қонақ үй әлемдегі биік таулы аймақтарда тұрған қонақ үйлердің ең ерекшесі болып саналады. Қонақ модульдері ғарыш капсулаларына ұқсап 12-18 адамды сыйдыра алады. Сонымен қатар серіктес каюталары мен комфортты жуынатын орны мен дәретханасы бар. Қонақ үйге келетін қуат көзінің барлығы арнайы күн батареяларымен келеді. Енді мәңгі мұзды жерлерден жылы жақтарға көшейік. Вьетнам, Далат қаласындағы Хан Гнга қонақ үйі фантастикалық кинолардағы құбыжық ағаштарға ұқсайды. Үйді жергілікті тұрғындар жынды үй деп атайды екен. Бірде түзу қабырғалар мен бұрыштары жоқ, баспалдақтары шиыршықтанып кеткен үйді күндіз мұражай, кешке қонақ үй ретінде қолданады. Ұлыбританияның Оксфорд қаласындағы 11 ғасырда салынған патшалық түрме қазіргі таңда қонақ үйге айналған. 2005 жылы Мэл Мейсон қонақ үй жүйесі түрмені сатып алып, барлық камераларға сәнді дизайнерлік жиһаздарды қойып, түрлі қымбаттық өзгерістерді өткізген. Десе де сәнді салтанатты жабдықтардың бәрі бірнеше ғасырлық түрме атмосферасын толықтай кетіре алмады. Кейбір қонақтардың айтуы бойынша, олар бұл жерде өздерін жайлы сезіне алмай, түні бойы ұйықтай алмай шықты. Ал Түркиялық Каппадокия үңгірлерінде орналасқан қонақ үйде сіз ешқандай жаман атмосфераны сезіне алмайсыз. Бөлмелері үңгірлердің ішінде орналасқанымен келушілерге өте жайлы және ыңғайлы болып істелінген. Үңгірлер бағалы және баға жетіксіз тарихи антиквариаттармен жабдықталған. Көне кеттерден бастап Селжуқ пен Осман империясына дейінгі тарихи заттарды осы жерден көріп қайтса болады. Бұл ерекше сфера тәрізді қонақ үй Канаданың Ванкувер аралындағы ормандарында орналасқан. Ағашта мықты етіп орнатылған 3 номердің әрқайсысы тек 137 кг салмақты көтере алады. Жуынатын жері, дәретханасы мен саунасы өте жақын жерде орналасқан. Сфералық бөлменің іші өте жайлы және жылы болып келеді. Бөлменің іші жазда салқын, қыста жылы болып, өзін комфортты сезінуге мүмкіндік береді. Ал мексикалық Тепослан қаласындағы қонақ үйлер бұдан да примитивті жолмен салынған. Мексикалық құрылысшылар су құбырларынан осындай бір бөлмелі 20 номерден тұратын ерекше қонақ үйді салып шығарды. Бағасы да өз бейнесіне сай келеді. Бір түн түнеп шығуға жаман емес. Финляндиядағы ежелгі халықтың үйшіктері мен игу тәріздес болып істелінген қонақ үй жүйесінің номерлерін әлемдегі ең әдемі қонақ үйлердің бірі деп айтуға болады. Бөлме қабырғалары термальды шынылардан жасалып, суықты өткізбейді. Сонымен қатар түнде төсекте жатып, аспандағы солтүстік шұғыланы қарап жатса болады. Осыған ұқсас қонақ үй Францияда бар екен. Мөлдір серпімді қабықша айналадағы жәндіктерден қорғап, қоршаған ортаға қарап жатуға мүмкіндік береді. Бұл шар тәріздес бөлменің тағы бір ерекшелігі, ол ультра күлгін сәулелерін өткізіп, таза ауада жатқан сезімді тудырады. Ал Францияның басқа жерінде, нақтырақ айтатын болсақ, Монблан тауында футуристік жұмыртқа тәрізді 4 қабатты қонақ үй көтерілген. 3835 метр биіктікте орналасып, басында айтылған қонақ үйден сәл төмен болып келеді. 120 орыннан тұратын қонақ үй барлық экологиялық стандарттарға сай болып салынған. Нидерландының Ставерен қаласындағы айлағында орналасқан қонақ үй әр келген саяхатшыны бірден таңғалдырады. 4 номерден тұратын қонақ үйдің бөлмелері үлкен бөшке ретінде жасалынған. Егер бөлмеге сұйықтықты толтыратын болсақ, оның ішіне 14500 литр сиіп кетер еді. Достар, сіздердің ойыңызша осы видеоға қанша лайк сиіп кетер еді? Лайк басып тексеріп жіберейік. Әлемде әлі көптеген ерекше қонақ үйлер бар. Олар жайлы және тағы басқа қызықты видеоларымызды өткізіп алмас үшін Пазл каналына жазылып, мына жердегі қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Біздің ВКонтакте тобымыз қарқынды даму үстінде. Ол жерде әр адам өзіне қызықты жазбаларды таба алады. Қызықтың бәрі біздің топта. Барлық сілтемелер сипаттамада және бірінші комментарийде.
бүгінге осы. Пазлға жазыл.